Нан қайдан шығады? Ертегісі. Ертеде бір тышқан болыпты. Бір күні тышқан нан дүкеніне кірді. Сөреде жаңа піскен сап-сары бөлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нан иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы кезде күзетші келіп қалды. Тышқан зып беріп тысқа атып шықты. Бірақ алысқа ұзамады. Апыр-ай, қайдан шықты екен осыншама нан? Біліп алып, шыққан жеріне кірсем, деп қызығып кетті. Тесіктен салады. Сатушыдан сұра, деді нан. Тышқан сатушыға келді. Сатушы, нан қайдан шығады? Наубайшыдан сұра, деді сатушы. Тышқан тымпыңдап наубайханаға келді. Мұнда көп адам нан пісіріп жатыр екен. Нан қайдан шығады? Деді бір наубайшыға келіп. Диірменшіден сұра, деді наубайшы. Тышқан диірменшіге келді. Диірмен тасы тынымсыз шыр көбелек айналады. Екі адам ұн тартып тұр. Ұн төгіліп аққан бұлақша құйылып жатыр. Көзді ашып жұмғанша қап-қап ұн дайын болды. Тышқан иненің көзіндей танауын тыржитып, таңдана қарап тұрды да былай дейді. Диірменші, нан қайдан шығады? Деп сұрады. Комбайншыдан сұра, деді қырманшы қарт. Тышқан далада егін орып жүрген комбайншыға келді. Қалың егін теңіздей толқиды. Комбайн тоқтар емес, ілгерілеп барады. Сабанын бір бөлек, топанын бір бөлек шығарып тастайды. Торсықтай ақ бидайды астауына құйып алып барады. Тышқан шіңкілдеп. Комбайншы, нан қайдан шығады? Деп сұрады. Көктемде тракторшы жер жыртып, тұқым себуші тұқым себеді. Егіншілер оны күтіп баптайды. Көп еңбек сіңіреді. Міне, мынау қалың астық сол көп еңбектің жемісі. Нан еңбек арқылы табылады, деді комбайншы. Ой, мұның азап қой. Мен шалқайып жатып-ақ нан таба беремін, деп қутың етті тышқан. Әне, мысық келе жатыр, деді комбайншы. Сол-ақ екен, тышқан бір ескі інге сып берді. Осымен ертегіміз аяқталды. Егер де ертегі ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеомды алғашқылардың бірі болып көргіңіз келсе, қоңырау батырмасын басыңыз. Келесі кездескенше.